Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі видеомда оқушыларға present simple-ды қалай тез түсіндіруге болатындығын айтатын боламын. Ең бірінші оқушыларыма осындай таблица дайындап қойдым. Мысалы, бүгінгі сабағымызда present simple-ның болымды түрін өтетін болсақ, оқушылармен бірге осы болымды түрінде тұрған етістіктерді оқып шықтым. Және оқушыларымнан болымды түрінде қандай өзгешелік бар екендігін сұрадым. Әрине, оқушылар бірден тапты. Бұл жердегі he, she, it есімдіктерінен кейін келген етістіктегі s-тің бар екендігін тапты және оның қызыл түсті екендігін атап шықты. Әрі қарай оқушыларыма осы екі түсті көрсеттім. Қызыл және жасыл түс. Бұл түстер оқушылар үшін таныс түстер. Бағдаршамдағы бар түстер. Қызыл түс тоқта дегенді білдірсе, жасыл түс жүруге болады деген түстер. Осы түстерді қалай сабағыма байланыстырдым. Қызыл түсті he, she, it есімдіктерінен кейін келген етістіктер үшін пайдаландық. Жасыл түсті I, you, we, they есімдіктерінен кейін келген етістіктер үшін пайдаландық. Яғни жасыл түсті көрген кезде оқушылар еш етістікте өзгерістің болмайтындығын ескеріп сөйлемдерін құрастыра береді. Ал қызыл түсті көрген кезде оқушыларда he, she, it есімдіктерін айтып келе жатқан кезде қандай да бір белгі бар екендігін, қандай да бір өзгеріс бар екендігін ескеріп сөйлемдерін дұрыс айту керек болатын. Әрі қарай осы екі түсті сөйлемдерге қалай байланыстырдым. Экраннан осындай жаттығуды шығарып қойдым. Одан кейін қолыма екі түсті алып, оқушылардан осы сөйлемдерді дұрыс оқылуын сұрадым. Бірінші оқушы my friend, me, help деген етістікті жақшаны ашып орнына дұрыс қою керек. Егер де оқушы дұрыс қоймаған болса, мен қолымдағы қызыл дөңгелекті көтердім. Сол кезде оқушы өзінің қате оқып отырғандығын ескеріп, қызыл түс нені білдіретіндігін есіне түсіріп, қатесін дұрыстап, my friend helps me деп сөйлем дұрыстап оқыды. Әрі қарай I бұл жасыл түс екендігін оқушылар біледі. Яғни айдан кейін келетін етістікке жасыл түс болатындығын біледі. Сондықтан I sleep late on Saturday деп бірден айтып шығады. Және келесі оқушы тағы да he деген есімдіктен кейін келген етістікте қызыл дөңгелекше бар екендігін оқушы ескеріп, he goes to beach every weekend деп айтады. Егер де оқушыда қандай да бір қате кететін болса, мен қолымдағы қызыл немесе жасыл дөңгелекті қажетінше көтеріп тұрамын. Бұл оқушылар үшін белгі болып саналады. Сол белгіге қарай отырып, оқушылар өзінің сөйлемдерін дұрыстап оқиды. Осылайша барлық сөйлемдерді аяқтап жасап шықтық. Менің сабағымда байқағаным, оқушылар present simple-ды әдеттегідей емес, өте тез меңгергендігін аңғардым. Және оқушылар үшін сабағымда өте қызықты болды. Осы түстер арқылы оқушылардың ережені жақсы жаттап алғандығын аңғардым. Егер де видео ұнаса, сабақтарыңызға пайдаланыңыздар. Барлығыңызға сәттілік.